Лимон қосылған жылы су. Ішкі ағзаңызды тазартады, бірақ оны бәрі іше беруге болмайды. Таңертең аш қарынға лимон қосылған жылы су ішу қазіргі таңда ең көп таралған пайдалы әдеттердің бірі. Көп адам оны ішетпен бауырды тазалау, иммунитетті күшейту, тіпті салмақ тастау үшін пайдаланады. Бұл дұрыс, себебі лимон құрамында С дәрумені, антиоксиданттар және лимон қышқылы бар. Жылы су ішкі мүшелерді оятады, ал лимон уланған заттарды шығаруға көмектеседі. Ол бауырды белсендіреді, ішек қозғалысын жақсартады, ас қорыту ферменттерінің бөлінуін арттырады. Ағзада жиналған токсиндер, тағам қалдықтары, тіпті майлар осы лимон қосылған сумен бөлініп шығарылады. Бірақ бұл суды бәріне іше беруге болмайды. Кей адамдарға лимон суы керісінше зиян болуы мүмкін. 1. Асқазаны сезімтал адамдар. Егер сізде гастрит, жара, язва немесе асқазан қышқылдығы жоғары болса, лимон суы жағдайыңызды нашарлатады. Лимон қышқыл. Алаш қарында ішілген қышқыл асқазан қабырғасын тітіркендіріп, қышқылды тіпті күшейтіп жібереді. Бұл қыжыл, ашыту, ауырсыну әкеледі. Мұндай жағдайда лимон суын ішпеңіз, немесе тым әлсіз етіп, бірнеше тамшы ғана қосып ішіңіз. Тіс эмалының әлсіреуі. Лимон қышқылы тістердің сыртын қорғайтын эмаль қабатын уақыт өте келе жұқартады. Кейбір адамдар күніне 2-3 рет лимонды су ішіп, тістерінің сезімтал болуына тіпті ауырсынуға әкеліп жатады. Шешімі: лимон суын тұрақты емес, күніне 1-ақ рет ішіміз.